Жолдастар, стоянкадан шығып, мына неге келдік, заправкаға келдік. Бір кофе алдым. Анау жүрек жалғайтын тамақ алдым. Соны қазір жеп алып, таңғы асымызды әрі қарай жылжимыз. Не жаңалық дейсің ғой? Не жаңалық болғанда не ғой? Европаға барайын деп жатырмыз қазір. Үлкен бір европейский компаниядан шақыру келіп, сол шақыру бойынша сол Европаға барып, көріп қайтайын деп, соған дайындалып жатырмыз. Қазіргі таңда шақыру, виза, анау-мынау деген құжаттар полностью жасалып жатыр. Дайын болған бойда соңымды арқалап алып, сол Европаға барып қайтайын деп жатырмын. Ең бірінші мақсат сол жаққа барып, көріп, европейский дальнобой қалай өмір сүріп жатыр екен, не жасап жатыр екен, қалай ақша табады екен, қанша ақша табады екен, соның бәрін көріп, біліп қайтуы. Өйткені бір орында отыра бермей, бақсып Европаға да шығып, сол көріп қайтайық деген сол мақсат бар. Құдай қаласа, бәрі нормально болып жатса, бір айдың ішінде, 2 айдың ішінде барып қалуымыз мүмкін. Сол жаққа барып, көріп, ел көріп, жер көріп, қандай тамақ жейді екен, қандай жолдармен жүреді екен, қанша айлық табады екен, қалай өмір сүреді екен, соның мәдениетін көріп, салт дәстүрін көріп, әр мемлекеттен де өзінше бір әртүрлі бір хикая ғой енді өз алдына. Соның бәрін көріп қайтуға сол талаптанып жатырмыз. Онымен қатар көп біздің мына жерлестеріміз, қазақ жігіттер, Қазақстаннан шыққан жігіттер, олар да комментарий жазып жатыр. Ойбай, осындай біз мынандай жерде жұмыс істейміз, келіп қонақ боласың, көресің деп. Асылбек деген брат бар, Франциядан жазып жатқан, Ақылбек деген жігіт бар, Италиядан жазып жатқан, Серік деген жігіт бар, Канададан жазып жатқан. В общем, көп жігіттер сол әлемнің түкпір-түкпірінен сол комментарий жазып, сообщение жазып, братуха кел, ел көресің, жер көресің, тым болмаса бір бешбармақ асып берерміз деп, қой соймасақ та деп, сөйтіп шақырып жатқан жігіттер өте көп. Сондықтан да сол жаққа қарай барып қайтайық деп, ел көріп, жер көріп талаптанып жатырмыз. Көреміз енді оның аяғы не болады екен. Мен ол жаққа бір бәрін тастап көшіп кетейін деп жатқан адам емеспін. Алдын ала для начала дейді ғой, әйтеуір бас жағын, шет жағын көріп қайтайық деп, сол не болып жатқанын соған дайындалып жатырмыз. Айтатын осы бір жаңалық. Барып көргесің, енді егер бәрі жақсы, нормально болып жатса, сол біздің жерлестерімізді де Қазақстаннан шыққан Ресейдің жігіттерін жаймен тартам деп ойлаймын. Тым болмаса сол Қазақстанның демографиясын көтерейік деп, шетелде болса да. Қалжың ғой енді, бірақ қалжыңында бір ойындағын айтады дейді. Сондықтан да барып көріп қайтайық. Так, Саратовқа жақындадық, жолдастар. Саратовқа жетіп қалдық. Бір 20-25 шақырымдай қалды Саратовқа дейін. Құдай қаласа бір 15-20-30 минуттен кейін Саратовта боламыз. Саратовты айналып өтіп, әрі қарай уже Краснодарға қарай жылжимыз. Алдымызда Москвадан келе жатқан Азамат деген жолдасым бар. Жолдас жігіт, ол да келе жатыр. Құдай қаласа сонымен де кездесіп кетерміз. Сөйтіп, бүгін емес, ертең емес, арғы күні Құдай қаласа Краснодарға да жетуіміз керекпіз. Ауа райы қазір Шымкент болмаса да плюс 23 жылы болып келе жатыр. Кондерді қосып қойып, әдесе деп бетіміз табақтай болып ұрып келе жатырмыз. Алып бара жатқан жүгіміз полипропиленовый пленка, кәдімгі пищевой пленка ғой, тамақ орайды. Енді кім не орайтын Құдай біледі. Біреу тамақ орайды, біреудің басын орайды, біреу аяғын орайды. Әйтеуір орайтын нәрсенің бәрін орай береді ғой. Сондай пленка алып бара жатырмыз. 20 тонна 700 килограмм. Алдымызда әлі где-то бір 1,5 мың шақырым бар. Құдай қаласа 2 күнге бөліп 700 шақырымнан әр күн жүріп отырсақ, ертең емес арғы күні уже Краснодарда боламыз. Саратов жолдастар, Саратовтан да өтіп бара жатырмыз. Өте көп болып кетті мына гаишниктер, неше түрлі транспорттер, өйткені мейрам ғой. Ішіп алып, шегіп алып жүрген адамдар да көп. Бүгін тоқтатқан мені, понятой бол дейді. Мен айтамын, Құдай сақтасын, понятой болғаннан жүрейін, сол понятой болып, четкий пацандардың үстінен сол арыз жазып деймін. Енді арыз жазбайсың ғой, сонда да енді Құдай сақтасын. Болмайым деп, сол Құдай сақтасын. Менсіз ақ соны ұстандар деп кеттім әрі қарай. Сол Саратовтан кетіп бара жатырмыз, айналып өтіп бара жатырмыз. Алдымызда Воронеж. Құдай деп, мына Саратовтан М4 Дон деген трассаға дейін жеттік әйтеуір. Рогачев деген поселок, колхоз ғой енді. Колхоз емес енді, ауыл ғой, сол жағымызда. М4 Донға түсіп алып, прямо ұрып бара жатырмыз. Алдымызда
Ал 540 километрден кейін Ростов болады. 200 там шамалы бір құйрығы бар километрден кейін Краснодар болады. Бүгін енді біз 700-ден астам шақырым жүріп тастадық. Құдай қаласа ертең енді әрі қарай жылжимыз. Қазір стоянка табу керек, бір нормальный платный стоянкаға тұрып, ұйықтап, обязательно міндетті түрде суға түсіп алу керек. Өйткені кеңнің аузы соншама мәсаға кеңнің аузы. Так, бір не тауып алу керек, стоянка, душы бар, суға түсіп алып, жатып демаламыз. Ертең азанда таңғы асымызды ішіп алып, таңғы сәрімен әрі қарай жылжимыз. Алдымызда қазір платный участок дороги, ақылы жол. Мына келе жатқан жолымыз уже ақылы жол ғой. Сол ақша снимать етеді. Қазір айтам мен сіздерге қанша екенін. Так, 590 рубль, 3000 теңге. Бізде бірақ менде не бар? Транспондер деген бар, кішкене ғана бір құрылғы. Соның ішінде ақша бар, содан өзі автоматты түрде ақша снимать етіп алады. Мана өтетін жердің любойына кіріп, спокойно, автоматически ашылып, әрі қарай кетуімізге болады. Кеттік әрі қарай. Ростов облысына да кірдік. Краснодарға дейін 580 шақырым қалыпты. Ростовқа дейін 300 шақырым қалыпты. 300-ден шамалы аздау енді. Кетіп бара жатырмыз. Айтпақшы, кішкене ғана қосымша бір дополнение небольшое. Мына орысша каналымыздағы Европаның компаниясы туралы мен кішкене ғана бейнебаян түсіргенмін. Сол жігіттер жазып жатыр да, осындай да осындай. Вот барайын деп еді, қалай ойлайсың, не ойлайсың деп айтарым былай, жігіттер. Оқудың бағасы где-то бір 60 000 рубль болады, 300 000 теңге оқуға кетеді. На код 95 дегенді алуға. Ол бірінші. Екіншіден, Европада осындай кодты бесплатно оқытатын нелер бар, мекемелер бар. Үшіншіден, мен бұл компания туралы ештеме бір айта алмаймын. Я жақсы нәрсе, я жаман нәрсе. Жігіттер жазып отыр, ойбай, несі отзывы жаман ғой деп. Отзывы жаман болса оған құлақ шамалы түрудің керек шығар деп ойлаймын енді. Сондықтан да абай болыңыздар, масқара болып баруын барып алуын қайталмай жүріп, тамақ алып жейтін ақша болмай, бір қайтатын ақшасы болмай жүріп масқара болып қалмаңдар. Менің ойымша, әуелі барардың алдында шамалы бір компания туралы біліп алу керек. Қандай компания, не компания, қандай условиясы бар, қандай жағдай жасайды, соның бәрін біліп алу керек. Жаңа айтқандағыдай Европада сол код 95 деп бесплатно, ақысыз өздері оқытатын компаниялар бар. Сондай компанияны таңдаған дұрыс деп ойлаймын. Сондықтан да бәрін тастап, сол Европаға қарай жүгірудің керегі жоқ. Әуелі алдымен жаймен бәрін біліп алып, чөп-чөм екенін, сосын барып уже аттану керек деп ойлаймын. Так, Ростов-на-Дону 280 шақырым қалыпты. Мен ояққа бара жатқан себебім, біріншіден мен ояққа жұмыс істеп ақша табайын деп бара жатқан адам емеспін. Ақшаны мен осияқта Россияда тауып жүрмін, Құдайға шүкір. Ең алдымен мен үшін ол қызық. Европаның дальнобойщиктері қалай жұмыс істейді екен, қанша айлық табады екен, қандай жолдармен жүреді, не тамақ жейді екен. Сол бірінші мақсат. Өзім сол опыт қой енді, тәжірибе жинау үшін ғана бара жатырмын. Ақша іздеп бір жұмыс істеу үшін баратын болсам, мен Польшаға вообще тоқтамаймын. Қарайтын болсам, только Германия, Австрия, Швеция, Голландия, сондай мемлекеттерді ғана қараймын. Өйткені осы мемлекеттерде Европаның айлық жоғары. Сол поляктардың өздері Польшадан шығып, Германияға аттанады. Германияға барып, бір нормальный жұмыс істейін деп, нормальный айлық табайын деп. Ал біздің жігіттер осы Қазақстаннан шыққан, Россиядан шыққан, Белоруссия, Украинадан шыққан жігіттер сол неге барады? Польшаға барады. Польшаға барып, сол төлейтін ақшаға жұмыс істейді. 1800 евро дейді алатына. 1800 евроң рубльмен санағанда енді қанша болады? Где-то бір 160 000 рубльдей болады ғой. Теңгемен санағанда енді бір 800 000 теңгедей болады.
ойбай 800 мың теңге береді екен деп оның бір не қылудың да керек жоқ, таңданудың. Өйткені ол 800 евроның бір 400-500 сенің тамағыңа ғана кетеді. Сол, біз қазақ сол ет жеп үйреніп қалған адамбыз ғой, ол жақта ет түгел түк те жоқ. Бәрі қымбат, удай қымбат. Жүріп тұруың бар, темекі шегетін болсаң темекің бар. Ол Қазақстандағыдай бар, бір 500 теңгеге бір пашка темекі ала алмайсың ол жақта. Кемінде 7-8 евро болады. Сондықтан да сол 1800 тапсаң, оның жартысы сол тамағыңа, анау-мынауға кетеді. Қалатыны сол 300-400 мың теңге ғой. Одан да аз алмасаңыздар. Ол ақшаны Қазақстанда да табуға да болады. Ерінбеген етікші. Россияда да табуға болады оның бәрін. Сондықтан да жігіттер абай болыңдар. Менің роликтерімді көріп алып, ойбай, аяқта бір фантастический ақша төлейді екен ғой, таста бәрін кеттік деп. Ондай движение жасаудың керек жоқ. Орыста мақал бар емес па? 7 раз отмер, 1 раз отрежь дейді. 7 рет өлшеп алып, 1 рет шабу керек, қазақша айтқанда, балтамен. Вот сол айтайын деген. Так, кеттік ағай, 280 шақырым дейді. 280 шақырым енді бір 3,5 сағат қой. Ар жағында тағы да бір 3 сағаттай қалады. Құдай қаласа, кешкі сағат 4-ке таман, 5-ке таман біз уже Ростовта боламыз деп ойлаймын. Ростов деп Краснодарда. Сол, сөйтіп кетіп бара жатырмыз. Бәрі тамаша, бәрі жақсы. Ауа райы шамалы енді мың болып тұр. +8 дейді. Кеше ғана жүк тиеп жатқанда +25 еді, енді +8 болды. Келе жатқанымда ветровкамен келе жатырмын. Пешті қосып қойып. Енді біз құмда осы бір астықта өскесің, енді мынандай ауа енді. Мұның бір жақсы жері де бар. Ё-майо! Мылтық болғанда ғой, тарс-тарс етіп атып алатын. Оның бір жақсы жері де бар. Мен бірінші келген кезде мына Россияда ауасы енді шамалы себір болғасын, енді ылғалдау болады ағасы. Ылғалдық деген өте көп. Мен енді қарап отырам ғой. Қазақстанда ауа райын еді, Россияның ауа райын. Қызылордан алып қарайтын болсақ бар 50-60 пайыздың ояқ бұяғында ылғалдық болса, бұяқта 95-98 пайыз ылғалдық қой. Сондықтан да күн ысыған кезде бір баняда отырған адам сияқты боласың. Демала алмай, енді орысша айтқанда душно болып кетеді енді. Бірінші келген кезде шамалы үйрене алмағанмын осы климатке. Одан кейін енді қазақта мақал бар емес па, 3 күннен кейін көргеде үйренесің дейді. Сол 3 күннен кейін менде 3 күн емес, енді 3 жыл өтті сол үйренем деп. Басқа жағын алып қарайтын болса, міне айналаның бәрі жап-жасыл ғой енді. Кейде орманның арасымен ұрып келе жатасың. Мен ойлаймын да, мәссаған, мынау менің ауылымның қойлары мына шөпті көріп жылайды ғой енді. Мына қалып келіп бір қой бақсаң енді еңіріп тұрып жылайды ғой. Қазақша сөйлеп кетеді осы. Ё-майо, мынау не деген шөп деп. Домбыра берсем қолына домбырамен өлең айтып береді, мына мұзарттағы бұйра бас сияқты. Қалжың ғой енді. Сонда да енді сөйде ойлаймын да енді. Ауа енді ауа действительно тамаша. Ауасы да тамаша. Особенно мына орманды нелерде, региондарда вообще тамаша. Мына сосновый лес деген, пихтовый лес, кәдімгі елкалар өсіп тұрады. Ұстап қалып бір шамалы бір бүйтіп тұрып жіберсең енді шөп қой енді. Шөп болғанда андай шөп емес. Ол инесін алып былайынан бір умаждап не қылсаң, иісі деген енді аңқып тұрады ғой. Ё-майо. Бірақ біздің далаға жетпейді сонда да. Біздің құмымызға, біздің даламызға не жетсін? Дәм өспейді ғой, Қызылорда жақты қарап отырсаң, дәм өспейді ғой. Аралдан, Қазалыдан әрі қарай сол Қызылордадан өтіп бара жатсаң, дәм өспейді ғой, дәм өспейді. Кен дала туралы айтатын болсақ, жігіттер, қазір Қазақстанға қарай жол қарап отырмын. Бір нормальный бір рейс болып жатса, Қазақстанға да барып қалу керек. Шамалы бір төбемізді көрсетіп, 5 бармақ жеп, мына диетаны прям төңкеріп тастап, ұстап келе жатқан диетамды сол 5 бармақпен тұншықтырып өлтіру керек диетаны. Вот, бір 2-3 күндей. Сөйтіп етке тойып алып 1 жылға жететіндей. Сөйтіп қайтпасам, вообще алдында 5 бармақ туралы айтатын болсам, үйдегі жеңгеміз 5 бармақ істеген. Осы жақын арада. Өзі қамырды илеп, етті асып, сол картошкасын салып, жуасын, короче говоря, тұздығын жасап, бәрін тамаша қылып, столға қойып, мен енді жұмыстан келгесін үйде сол баняға түсіп алып, сол білекті тұрып қойып, сол етті жемеймін бай. Жеп отырсам енді. Біраз сағаннан кейін бірден түсіндім, енді ана қамырын енді 5 еле қылып жазыпты, мынандай қылып қалындығы.
өзі енді маған қарап отыр, жақсы ма деген адам сияқты көзінен көріп тұрмын ғой. енді қалай, тамаша ма деп енді көз айтып тұр ғой. Мен айтамын да, прям фантастический қылып істепсің дейді. Сөйттім де енді соның бәрін жеп қойдым, сол қамырдың. Арасы піспей қалған, кейбіреулер жабысып қалған. Сосын айтамын да, келесі кезде екеуміз бірге жасайық дейді. Мақұл, хорошо дейді. Вот солай жолдастар. Сөйтіп енді барып қайту керек енді Қазақстанға. Нағыз бір бешбармақ жеп, қамырмен, етпен, сорпамен, майын ағызып, білектен мынау омырауыңа дейін сол сорпасымен что-то қарны ашып кетті. Емай, тамақ туралы айтып. Ладно, кеттік әрі қарай. Ростов-на-Донуға 29 шақырым қалды. Құдай қаласа жарты сағаттан кейін енді Ростовта да боламыз. Ростовтан айналып өтіп, тихо, что там, брат, что там? Аварийкін қош дейік. Резк тоқтап қалды ғой. Бір жай басардың кесінен өстіп тоқтаймыз да қаламыз. Әкесінің аузы. Так. Ростовтың айналып өтіп, ар жағында уже Ростовтан айналып өтіп, объезднойда тоқтап, тамақ ішіп, суға түсіп алу керек. И ары қарай жылжимыз. Жемен. Давай. Ну, давай, автобус. А сушка есть у вас, да? Да. На обратном пути я зайду к вам. Хорошо. Так, 500, 700, 850, 150. Спасибо вам большое. Так, куда? Вот рядышком. Все. Там есть, да, люди? Вот такой вот душ. Суға түсіп алдым, тамақ жеп алдым. Магазинге кіріп, анау-мынау майда-шүйде зат алып, су алып, әрі қарай кетіп бара жатырмыз. Алдымызда қазір ұстап алып біреуді. Алдымызда қазір Краснодар 240 шақырымнан кейін. Өзіміздің бір подписчигімізді кездестірдік. Андрей деген жігіт. Осы Краснодар крайының жігіті. Жақсы жігіт екен. Жақсы жігіттен не ең? Сенің аяғанды итшесін деп, Андрюха деп шай ішіп, сол шамалы сыйлап жібердім енді. Сөйтіп кетіп бара жатырмыз. Қазір біз Краснодар крайына кірдік. Құдай қаласа 2-3 шақырым плюс-минус там Краснодары болады. Жаңағына Краснодардың постынан өттік. Бұяқта Россияда егер анау-мынау нарушениең болмаса тиісе бермейді енді. Бірақ шетелдің фураларын ұстайды. Қазақстанның жігіттерін тоқтатады. Белоруссияның, Украинаның жігіттерін тоқтатады. Тексеретіні тахограф. Тахографын нормальны ма, істеп тұрма, істемей тұрма, режиммен келе жатсың ба, демалдың ба, демалмадың ба, соның бәрін тексереді.
бәрі нормально болса жібереді, нормально болмаса кел мында деп қораға қарай тыққысы келеді. Сөйтіп сәлем бердік, апа қылып жібереді. Так, осы тойғанымызбен енді кеттік әрі қарай. Кетіп бара жатырмыз. Краснодарға да жеттік. Аэропорт жаққа қарай ұрып бара жатырмыз. 15 шақырымнан кейін 10-ға қарай мына қалаға кіреміз. Қалаға кіріп, жүгімізді тапсыратын жерге барып, жетіп, не қылып, тіркеліп, келгенімізді тіркеттіріп, азанды күтеміз. Ертең азанда Құдай қаласа жүгімізді тапсырып, әрі қарай уже басқа жүк алуға барамыз. Вот солай магазинге бару керек, магазинге барып, бір азық-түлік дүкеніне барып, қазақша айтатын болсақ. Сол дүкенге барып, майда-шүйде жеміс-жидек алып, кешке қарай жүрек жалғайтын. Сөйтіп демаламыз. Вот солай.